Бұл видеода біз қан тамырларын тазартуға және холестерин деңгейін төмендетуге көмектесетін табиғи қоспаның рецептін бөлісеміз. Ластанған, бітелген тамырлар өте қауіпті, өйткені олар инфаркт пен инсульт қаупін бірнеше есе арттырады. Сол себепті қандағы холестерин мен триглицерид мөлшерін үнемі бақылап отырған аса маңызды. Артерияларымыз таза, ашық болуы керек. Дұрыс тамақтану бізді көптеген аурудан сақтайды, өйткені пайдалы тағам қан тамырларында зиянды қалдықтардың жиналуына жол бермейді. Бірақ өкінішке қарай әр адам тамақтану тәртібін дәл солай сақтай бермейді. Сондықтан дәл осы табиғи ингредиенттерден жасалатын қоспа қан тамырларын тұрақты түрде тазалау үшін өте қажет. Біз бұл қоспада қан тамырларын тазартуға және холестеринді азайтуға ең тиімді саналатын бірнеше жеміс пен өсімдікті бірге қолданамыз. Олардың әсері бір-бірін күшейтеді. Алдымен сарымсақты ұсақтап тазалап аламыз. Оны бірнеше минут суға салып қойсаңыз, қабығы оңай ашылады. Сарымсақтың негізгі әсер етуші заты аллицин. Ол қан тамырларының қабырғасын босаңсытып, қан айналымын жақсартады. Кейін лимонды суға салып жуамыз, өйткені біз лимонды қабығымен қолданамыз. Лимон қабығында өте көп антиоксиданттар бар. Қабығын жақсылап тазалау үшін суға аздап ас содасын қосуға болады. Мен көбіне химиялық өңдеуден өтпеген органикалық лимон аламын. Лимон сарымсақтың өткір иісін жұмсартып, қоспаның дәмін де жақсартады. Лимонды жұқа тілімдеп турап аламыз. Үшінші маңызды ингредиент имбир. Имбирдің тамырын ашып бірнеше тілімдеп аламыз. Оның ең басты пайдалы заты гингерол. Гингерол май алмасуына әсер етеді, қан тамырларын кеңейтеді және қанды тазартады. Имбир ашылау дәм береді, бірақ дәл сол ашылықта оның негізгі емдік күші жатыр. Енді барлық ингредиенттерді блендерге салып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған қоспаға бал қосамыз. Бал қоспаның қасиетін сақтап қана қоймай, оның әсерін күшейтеді және дәмін де жұмсартады. Дайын қоспаны шыны банкаларға құйып тоңазытқышта сақтаймыз. Құрамы: 8 түйір сарымсақ, қабығымен бірге 2 лимон, ұзындығы шамамен 4 см имбир тамыры, 250 грамм бал. Қалай қабылдаймыз? Таңертең аш қарынға осы қоспаның бір ас қасығын ішіп, үстінен 1 стақан су ішесіз. Екінші қабылдау ұйықтардан 4 сағат бұрын, немесе кешкі асқа дейін жарты сағат қалғанда болады. Бұл тәсілді 4 апта бойы қолданасыз, кейін 2 апта үзіліс жасайсыз. Қажет болса, одан кейін тағы да жалғастыруға болады. Сіз бұл қоспаны бұрын қолданып көрдіңіз бе? Әсері қандай болды? Пікірге жазыңыз. Видеоны достарыңызбен бөлісіңіз, оларға да пайдасы тиюі мүмкін. Қай жерден көріп отырғаныңызды да комментарийге қалдырыңыз. Бұл табиғи ингредиенттер қан тамырларын ғана емес, жалпы бүкіл ағзаны да тазартады. Зат алмасу жылдамдап, жасару үдерісі күшейеді, қандағы май деңгейі қалыпқа келеді. Сондай-ақ салмақты реттеуге де көмегі болуы мүмкін. Қан айналымы жақсарып, иммунитет күшейеді. Сол себепті бұл қоспаны көптеген адамдар ағзаның қорғанысын арттыру үшін қолданады. Ағзадан шығарылған артық май энергияға айналады. Ал сол энергияны қозғалысқа, серуенге, дене белсенділігіне бағыттасаңыз, арықтау үдерісі одан әрі жылдамдай түседі. Бұл қоспа ағзадағы тұз жиналуын азайтуға, мүшелерде тас түзілу қаупін төмендетуге де көмектесуі мүмкін. Лимон, сарымсақ, имбир және балды осы рецепт бойынша дұрыс мөлшерде қолдану арқылы денсаулығыңызды айтарлықтай жақсарта аласыз. Барлығы табиғи өнімдер болғандықтан кері әсері өте сирек. Дегенмен ол ингредиенттер қанды сұйылтады, сол себепті қаны сұйық адамдарға абай болған жөн. Асқазанында жарасы немесе қышқылдығы жоғары адамдарға да бұл тәсіл сәйкес келмеуі мүмкін. Сондай-ақ бал қант диабеті бар адамдарға жарамайды. Біздің еңбегімізді қолдаудың ең оңай жолы видеоны лайк басып, арнаға жазылып, қоңырауды қосу. Бұл біз үшін өте үлкен қолдау. Алдын ала алғыс айтамыз.